Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге ақпараттық технология ретінде қолданып жүрген Telegram каналын студенттер мен оқушылардың білімін, біліктілігін тест арқылы тексеруге болатынын көрсетпекпін. Күнделікті өзіміздің Telegram каналымызда тек қана ақпаратпен алмасу ғана емес, сонымен қатар тест құрастырып, біліктілікті, білімділікті тексеруге болады. Ол үшін бізге Telegram каналын ашып, QSBot деп іздеу батырмасына жазасыздар. Батырмасына жазғаннан кейін сұрақ берісімен QSBot программасы шығады. Соның ішіне кіріп, старт сөзін жазып жібересіздер. Жібергеннен кейін саздап жаңа сұрақ құрастыру дегенді басасыздар. Жаңа сұрақты құрастырғаннан кейін сізден тесттің атауын сұрайды. Яғни тестке атау береміз. Атау бергеннен кейін сол тестке бізге сипаттама сұрайды. Егер де сіздерге сипаттама қажет болатын болса, сипаттамасын жазасыздар. Егер де қажет емесе, шкип батырмасын жазасыздар. Ары қарай тестті біз уже ары қарай құрастырамыз. Яғни өзіміздің Word документімізде дайындап алған сұрақтар бойынша көшіріп Telegram каналымыздағы сұрақтарды орналастырамыз. Яғни бұл жерде біз сіздердің вариант жауаптарынан 1-ден 10-ға дейін аласыздар. Дұрыс жауабын белгілеп, сұрақты біз сұрақ создавать етілгеннен кейін бұрышта уже бізде дайын сұрақтың дайын болғаны шығып тұрады. Ары қарай, егер де біз осы ретпен сұрақтарыңызды қойып алғаннан кейін, егер де қандайды бір қателіктер келіп жатса, ауто несін батырмасын басасыздар. Егер де барлығы дұрыс болатын болса, don't батырмасын басасыздар. Яғни мен don't батырмасын басам. Ары қарай сізден бір сұраққа жауап беру үшін қанша уақыт керектігін сұрайды. Мен 30 секунд уақыт аламын. Ары қарай сұрақтардың қалай келуін, яғни рет-ретімен немесе араластырып, мен араластыруды сұраймын. Астында көріп тұрғандағыңыздай ссылка берілген, осы ссылканы топтарыңызға жібересіздер. Сол ссылка арқылы кіріп, студенттер сұрақтарға жауап береді. Студенттер сұраққа жауап бергеннен кейін астында бізде статистика деген бөлім берілген. Сол статистиканы басатын болсаңыз, астында неше студент неше сұраққа жауап берді, қанша уақытта жауап берді, соның барлығы шығып тұрады. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.